Сәлеметсіздер ме? Мен Сақтағаным Айша Нұрханқызы, мектеп-алды даярлық тәрбиешісі боламын. Топ IQ платформасы жайында айтатын болсам, бұл платформа бірінші және 11 сыныппен қоса мектеп-алды даярлық сынып оқушыларына да арналған тиімді оқулықтың бір түрі. Яғни біз оның ішінде өзімізге керекті оқу қызметін таңдай отырып, электронды оқулықты пайдаланып, түрлі тапсырмаларды орындай аламыз. Біз бұл жерде математика негіздерін таңдадық пән ретінде. Соның ішінде мазмұнынан тақырып таңдаймыз, біреу көп тақырып таңдаймыз. Бұл жерде тапсырмалар реті берілген, аудио түрінде де тыңдаса болады, видео түрінде де көрсетілгендер бар. Бірінші тапсырмада бізде суретте белгіленген атайды, дүкенде неше ойыншық бар, қандай ойыншықтар туралы көп деп айтуға болады, қандай ойыншықтар туралы біреу деп айтуға болады, қандай ойыншықтарды бірнешеу немесе түстері әртүрлі, бірақ бірдей ойыншықтар бар ма деген сияқты сұрақты қоя отырып балалардан жауап аламыз суретке сәйкес. Келесі бізде екінші тапсырмада қандай ойыншықтар туралы көп деп айтуға болады. Оқушы яғни берілген 3 суретті біреуін таңдау арқылы жауабын тексереді. Келесі сұрақтарға да солай жауап беріледі. Жыл мезгілдерімен таныстыр. Жыл мезгіліне байланысты серуенге шығатын киім таңда. Суретті аяқтап боя. Ненің жапырақтары екенін тап. Келесі, жаңбырда қайсысы қайда жасырынады деп берілген тапсырма, яғни бұл жерде оқушы сәйкестендіру қажет. Дұрыстығын тексереміз. Жарайсың. Топ IQ платформасының ішінде біз жаңа математика негіздерін таңдай отырып тапсырмаларды орындады оқушылармен, және де біз қоршаған ортамен таныстыру оқу қызметінде тапсырмаларын орындап шықтық. Яғни тапсырмаларды орындау барысында балаларға өте қызықты болды. Келесі бізде сауатташу негіздері. Осының ішіндегі тапсырмаларды орындап көрейік. Біз бұл жерде дауысты дыбыстарды таңдадық, тақырыптарды. Таңдай сала ғой. Саған берілген тапсырма, суреттерді атаймыз, және дауысты дыбыстан басталатын сөздерді тұрған қызыл үйдің астына жинау керек біздің жерге. Орындалай келе, бұл қосымшаның тиімділігі оқушы үшін де, мұғалім үшін де өте қолайлы әрі жеңіл. Бұл жерде бізде мектеп-алды даярлық сыныптарының математика негіздері, қоршаған ортамен таныстыру және сауатташу негіздері берілген. Яғни осы 3 оқу қызметін сабақта тиімді қолдануға кеңес беремін.